Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Фатима. Бүгін біз үй жағдайында осындай қытырлақ тауық стрипсилерін дайындайтын боламыз. Бізге маринад үшін үйде қолжетімді заттар, ұн, су, тұз, жұмыртқа, бұрыш және тауыққа арналған дәмдеуіштер қажет болады. Осылай қоспамызды дайындап аламыз. Мен 2 дана тауықтың төс етін алдым. Оларды турап, қоспаға салып маринадтап қоямыз. Мен 2 сағатқа қалдырдым. Және де стрипсиларды аунатып қуыру үшін ұн, тұз, бұрыш және крахмал қостым. Қанша мөлшерде қосатынын описание бөліміне жазып кеттім. Крахмал бізге стрипсиларымыздың қытырлақ, хрустящий болып шығу үшін қажет болады. Міне біздің филемізде дайын болды, маринадталып. Осылай дайындаған ұнға аунатып, қызып тұрған майда қуырып аламыз. Өте оңай рецепт. Бір жасағаннан шығады деп ойлаймын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Әрі өте қолжетімді қоспалардан үйдегі. Міне дайын болды. Осылай көкөністермен немесе басқа да заттармен әрлеп ұсынсаңыз болады. Баршаңызға ас болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.